бүгін 20 тамыз күні 2024 жылы Ақтөбе қаласында іс-сапармен жүрмін. Менің алдымда жаңағы осы тарихи Ақтөбе қаласының тарихи мәдени зерттеу орталығының басшысы, 25 жыл басшысы болған Бекарыстан мырзалы ағамыз отыр. Аға, мынау мен осы тарихи мұраларды өлкетанушы емес, енді сол қызығып жеріміздегі осы біздің Атырау облысы Қызылқоға ауданында тұрамын мен. Миялы біздердің мынау Ойыл ауданымен шекаралас. Сіздің жаңағы біздің Атырау облысының азаматтарын жақсы білетініңізді білемін, бүкіл тарихты білетініңізді білемін. Осы жөнінде өзіңіздің пікіріңізді айта отырсаңыз, осы біздің Ақтөбе мен Атырау облысы, сонша Қызылқоға ауданы барлығы енді бір ойылдың бойында жатқан аудан ғой енді. Соған өзің. Сіздің сұрағыңыз келген тұлғаның аты жөні бар ма? Кім туралы сұрақ? Қай рудан? Дұрыс. Менің сұрайын деп отқан тұлғам бізде осы жақында мына біздің Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялыдан 20-25 километр жерде Барлыбай жалы деген, Барлыбай көл деген бар. Сол жерде үлкен қылып кесене тұрғызып жатыр. Жетіру табын жаңағы әулие болған сондай Барлыбайға деп. Соған Жетірудан келіп 15 жылдан бері зерттеп жүр екен. Енді ол жерде 12 ме ескі құлпытастар бар. 1800 жылдардан кейінгі тұрғызылған. Оның екеуі Таз руынан, қалған 10-ы Ысық руының байылы ғой. Солардың құлпытастарын көрдік. Және ол кісілер жаңағы Исатай, Ғылман Шөрегіптің Исатай Махамбет дастанында да осы жерде Барлыбайға түнегенін айтады. Сонда оны Барлыбай деген ат сол мезгілде 1830 жылы соғыста Исатай опат болды. Сонда 1830 жылдарда Барлыбай деген ат болғаны белгілі. Сонда енді осы жөнінде сіздің өзіңіздің білгеніңізді айта кетсеңіз. Не кетсеңіз, осы Икрам деген ағамыз бар. Сол зерттеп жүр екен, үлкен қылып кесене тұрғызған екен. Біз мынау сол Барлыбай деген кісінің табын ба, сол жерде шеркештерге де апарып сақау шеркеш деп те жаңағы Барлыбай біздің аталарымыз деп жаңағы қоршап қойыпты. Енді жерде ысықтардың құлпытасы жатыр. Ал енді Жетіру жаңағы табындар кесене салып жатыр. Бұлай айтқанда осыған біздің нүкте қойғым келеді. Соған өзіңіздің пікіріңізді біл. Енді мынау ұлттық сананың, тарихи сананың оянуы дейтін ғалымдар айтып жүрген болжамдар бар. Ол ұлттық сана, тарихи сана қазақта ұрылық санадан басталатыны белгілі. Әл ауылда ұрылық сана дамып жетіліп тайпалық санаға, тайпалық санадан тұтас бір ұлттық санаға қарай бірден неге ұлттық сана қалыптасты деп айтуға болмайтын секілді. Осы тұрғыдан келгенде енді табындардың көне тарихы өте әріден басталады. Қазір енді жер бетінде тарыдай шашылған қазақ, соның ішінде табын тайпасы да мынау ауған арқылы бүкіл Европаға кетіп қалған. Болмаса кеше соғыс кезінде тұтқынға түсіп Америка асып кеткен, Европада қалып қойған, Сібірге барып елге жете алмай қалған, болмаса Сібірдегі орыс маржаларына үйленіп қалып қойған адамдар қай жерде де бар. Ал Серік Ескендірұлы Әжіғалиев сол табын тайпасы туралы 12 ғасырда дейін Ыстықкөлді мекендеп, бері қарай қозғалған жөнінде айтады. Қазір табындардың Қырғызстандағы ма? Қырғызстандағы Ыстықкөлде. Ал енді кіші жүздің басқа руларында мен білгенде таңба біреу ақ, ұран біреу ақ. Ал табынның көне ұраны, тостаған ұранды табын дейді. Ол шөміш табындардың ұраны болу керек. Тостағанда жауға шапқан деген. Кейінгі ұраны кеше Ақтабан шыбында Алқакөл сора кезіндегі асау барақ әкеліп алады. Асау барақ ұранымен айтылады. Болмаса мынау
Оларда 3 таңба бар. Шөмішті табын, Тоңыз тауды, Самғомын мекендеген. Тараққа ұқсас бір таңбалары бар ғой. Ол шөміш табының таңбасы шөміш тәрізді, Иә. ожау тәрізді. Ал тарақты табын ол мына Қобда, Ресей жері, тіпті анау башқұрттардың да бір 20-30% табын дейтін тайпадан тұрады. Башқұртқа сіңіп кеткен табындар. Олардың таңбалары тарақ тәрізді. Ал енді мынау Ақтөбенің мына шығыс жағынан бастап, Ордан, анау Жаманғала, Орск, Орынбор, Төменге дейін тартулы табындар. Бір тартқан, тартпа сияқты, олар тартулы табын деп аталады. Тартпа. Енді осылай не қылған уақытта Барлыбайды зерттеп жатқанын мен білем. Барлыбай табындар шөміш табынға жатады. Енді Барлыбайдың өзі егер 18 ғасырдағы адам болатын болса, ол кісі 1645 жылы туып, 1701 жылы дүниеден өткен деп айтады. Бұл айтқанда әріректе 1701 жылы. Бұл Ақтабан Шұбырындыға дейінгі жоңғарлар мен шайқастың батырларының біреуі. Ал ол кезде қазіргі тарихтан белгілі Ресей империясы қол астындағы қалмақты қаруландырып, жоңғармен екеуін біріктіріп, қазақтың жерін алу, солардың қолыменен от көсеудің идеясын пайдаланды. Бірақ Әбілқайыр хан 1718 жылы Хиуада хан болып сайланып, біртіндеп жуасыту әдісін пайдаланды, 20 мың қол жинап, батыстағы қалмақтарды күйретті. Мына сол кезде менің түсінігімде 1718 жылы хан болып сайланған болатын болса, сонда Әбілқайырдан да бұрынырақ өмір сүрген адам болып тұр ғой. Иә, одан бұрын өмір сүрген адам, яғни өзі жоңғар мен қалмақ 1700 жылы анау жырда айтылады. Өткен жыл Айтеке би дүниеден өтті, келгенде 56 жасқа адал жетті, боларын осы апаттың болжап кетті деп 1701 жылғы оқиға сондай жырлар бар. Онда сол шайқастарда мерт болуы әбден мүмкін. Территориялық жағынан Барлыбайлар, сол Барлыбайдың қоныстанған жері шөміш табынның Самғұмыменен именно 17 ғасырда. 17 ғасырда Самғұмыменен мына ненің бойы. Сол 17 ғасырда өмір сүрген Бақсайыс әулиенің ұрпағы Асан Қожа. Асан Қожа міне Миялыменен шекаралас. Біздің Дияр Сапқозы Миялы дейтін ауылы жатыр. Сағыздың бойында ғой. Жер асты мешіті бар. Оны кейіннен адайлар біздің атамыздікі деп жүр. Ал Серкештің адайы сол Барлыбайдың қонысы болған жерде туғандықтан атын қойған аттас адам болуы мүмкін. Құлыптастар 17 ғасырда, 16 ғасырда қазақ даласында құлыптас жоқ қатан. Өйткені жаугершілік болды да, жай бір ақат адам жерлеп, оны асын беріп, құлыптас қойып мавзолей салатын уақыт болған жоқ. Мавзолей салу менен құлыптастар орнату 19 ғасырдың басынан, әрі кетсе 18 ғасырдың сол аяқ кезеңінен басталды. Соның ішінде адай менен табынның тасқаша өнері дейтін термин бар. Сол 18-19 ғасырда мына ұлытастардан түрлі құлыптастарды, мысалы Адай Сұлтан ақуында 2,5 мыңдай құлыптас бар, біріне бір ұқсамайды. Мынау тұрған Абатбайтақта Кедейқұл табын, Тарақ табының Кедейқұлы Бөкенбай батырдың ұрыластары табын. Бұларда да жаңағы 264 құлыптас, 60 құлыптас біріне бір ұқсамайды. Олар қай уақытта тұрғызылған сонда? Бұлардың көпшілігі 19 ғасырда. Анау да 19 ғасырда, он жерде 12 құлыптаста. Иә, онда 19 ғасырда болса, сол кім Барлыбай мекендеген қоныстағы Барлыбай есімді Серкештің құлыптас болуы заңды. Ал енді оған бола, жоқ бұл менің жерім, бұл табын Барлыбай қайдан келді деуге болмайды. Бұны солай сараптап, арғы бергі нелерді зерттеп, бір мәмілеге келу керек. Ол Икрам ағамызды білемін, мен Темірбек Жүргеновтың ұрпақтарыменен туысқандығы бар, Қызылордада тұрады. Қалың Барлыбайлар қазір Қызылордада.
Өйткені кешегі сол жаугершілік кезде барып қоныстанып қалған. Тамбалардың да бір бөлігі Башқұртстанда, қалған бөлігі Жайықты тастап, Ақтөбеге бір тобын қалдырып, Қызылорданың қасында Ағарық дейтін жерде қалың тамалар отыр. Арғы Созаққа дейін созылып жатыр. Сондықтан көшпелі қазақтың тайпаларының қозғалысына мән беріп, сосын шежірелік санау бойынша Барлыбайдың қазіргі нешінші ұрпағы, әр ұрпаққа 27 жылдан берсе, ол Барлыбайдың дүниеден озған жыл шығады. Мен мысалы 8-ші адам Жабасақ дейтін ауылда жатыр. Басқа тайпалармен мысалы Құнанбайдың аталары Ырғызбай туған, салыстырсам сол заманға келіп тұрады 27 жылдан бергенде бір ұрпаққа шежіремен есептегенде. Жақсы, әлі зерттеу керек, салыстыру керек. Бұл зерттелетін жұмыс ағамыз жаңағыдай, бұл бір анаға мынаған телуге әзір болмайды деп отырсыз ғой, иә? Ал жақсы сауышта бол. Мен мәмілеге келуге мәжбүр, сөйтіп барып ана болысқа білген аты беріледі. Бұл жерде қазір біздер енді жолда келе жатырмыз. Ағамызбен бірге мынау бізге белгілі Атырау облысы Қызылқоға ауданы мынау Жангелдин де мынау Шеркеш Жауғашты батыр қожалар тұрады. Олардың жаңағы арғаталар Қазбек бидің жаңағы болыс болғанын білеміз. Жаңағы осыған ұрпақтары мынау Жангелдин ауыл атағысы келіп те жүргенін естіп жатырмыз. Енді осы Қазбек туралы ағамыз әңгіме өрбітіп жатыр. Айта беріңіз аға. Мен жаңа мысал үшін тайпалардың Қазбек би болыс болды дегенді білмеймін. Бірақ оның әкесінің беделі болып, әйгілі Қаздаусы Қазбек Қаракесек орта жүз. Үйіне келіп түскенде әйелі ұл тауып, сосын тақсыр сіздің атыңызды қойғыңыз келеді деп жабай әкесі рұқсат сұрап, Қаздаусы Қазбекке өтініш жасайды. Ол жаңағы жайнамазға тұрып, азан шақырып, баланың атын Қазбек қойды дейді. Қазыбектің ұрпақтары болыс болуы мүмкін. Иә, дербіс қой. Иә. Дербістің күмбезі бар, шошақ би. Соның болыс болуы мүмкін. Сосын сол болыс болған кезде орысқа сөзі өтіп, әкесі Қазыбек би атындағы болыс деп атауы мүмкін. Мысалы бізде Кенжеғара дейтін орта уақыттың аты. Картада сол Кенжеғара бойы дейді, соның атында болыстық болды. Уақ Кенжеғараның атында. Иә. Соны енді былай шежірелікке санағанда Серкеш Қазыбек бидің әкесі Жабай қазір 7-8 ұрпағы өмір сүріп бар. Солай есептегенде бұдан 200 жыл бұрын, яғни 1700 жылдарға келеді. 1700 жылдардың ортасына. Жабайдың өмір сүрген уақыты сол Қаздаусы Қазбектің өмір сүрген уақытына сәйкес келеді. Соны зерттегенде ғалымдар соны салыстырып, солай қылып дәлелдеді ғой, жатқан жерін белгілеп, басына құлпытас қойылмаған оның. Өзі әулие адам болжап, бәлен жерде тас жатыр. Иә, қара тасы болған дейді, қозғалып тұрады. Иә, белгілі, сол маған белгі болады деген, сол қара тасы тауып алып, Қаздаусы Қазбектің 5-ші ұрпағы 20 ғасырдың 40-50 жылдары белгі қойған. Құлпытас сол кезде қайтадан жазған. Мен естіргенім сол. Жаңағы екінші біздің жақтан белгілі адамдар анау өгіз мінген Бөкен биі де бар, Есен Темір. Әсіресе мынау кіші жүздің жаңағы төбе биі болған. Ол кісі осы бізде жатыр. Енді Қалел Досмұхамбеттің туған жері, Исатайдың жаңағы туған жерде сол жерде. Сол сияқты мына жетіру жаңағы Барлыбайда осы жерде жаңа үлкен кесене салып жатыр. Ұрпақтар келіп болуы әбден мүмкін. Мүмкін ғой, иә? Сол қонысқа кейін серкештер келіп баласының атын
сол атақты адамның атымен Ана Барлыбай. Сақау Шеркеш Барлыбай деп жазып қойыпты жүге. Ол да мүмкін дейсіз ғой. 19 ғасырда жасалды. Бірақ ол жердегі жаңа қоршап қойған жерінде жаңаға соны жазған адамдар. Сол бірақ ыстықтардың құлпытасы екен. Ол жерде жаңа шеркештердің жаңаға құлпытасы табылған жоқ. Мына өзің сияқты жаңаға зерттеген азаматтар бұл жерден 12 құлпытасын зерттеген. Шеркеш Барлыбай да осы жерде жатыр деп кейіннен қойған ғой. Иә, ол жерде жаңаға қазір мына Байұлының ысық руынан шыққан азаматтар бәрін зерттеткен мезгілде ол жерде 10 құлпытас жаңа ысық руынан, Ақсары руынан, сол тағы басқа жаңа тайпаларынан ысықтың Сондай салыстырмалы зерттеулер қажет. Қай ру, қай тұлғаны алса да, сондай салыстырмалы зерттеуген дұрыс болады. Сонда шындыққа жақында болады. Ол енді бұл зерттеуді талап етеді деп отыр ағамыз. Ол енді Барлыбай деген белгілі адам, ол дейтін жетіру, ол дейтін әріректе өмір сүріп, беріректе көшіп келген. Мына 18 ғасырда 1800 жылдан бері қарай ысықтар, не болса шеркештер өмір сүруі мүмкін сол жерде. Солай ғой аға? Болмаса жаугершілік заман 1701 жылы әлгі шығыстан жоңғар, батыстан қалмақтардың қозғалған кезі. Сол қалмақпен шайқаста қаза табуы мүмкін сол жерде. Жаңағы Барлыбай сол жерде қалып, негізі өздерінде шежерлерінде де айтқан екен, осы Жібек жолының бойында дүдене өткен деп. Икрам ағамыз сөйтіп менімен енді WhatsApp-пен жазысып отыр, сонда айтады. Сол жақта қойылған Сағыз өзені жағында қалған деп. Шын штабындар сол жоңғар шапқыншылығы кезінде сол жақты мекендеді ғой. Түпкінде Бөгенбай да сол Түркменмен соғыста жараланып, келіп мына Байғанинге жерленді дейтін дерек бар. Бөгенбай батыр. Бөгенбай батыр да шөмішті ол Тарақты. Тарақты ма? Тарақтамын. Бірақ жаңағы орынбасарының басшысы сол кісі болады, 5000-дай қол жинайды. Сосын жаңағы 1727 жылғы Бұланды шайқасында қолбасшылық жасайды, кіші жүздің 35 мыңдай әскерлер. Бөгенбай батыр одан соң 1730 жылғы Аңырақай шайқасына қатысады. Бөгенбай батыр ғой, Тарақты келіп 1740 жылдары Түркменмен соғыста улы оқтан жараланып, сол құпия жағдайда жерлендіреді. Ал оның баласы Тіленші, ол да Ресейге қарсы соғысқан. Тіленшінің баласы Жоламан, Ақтөбе ауданында Арал менен ортада жатыр. Сонда бұл тарақ мына жетіру жаңағы тарғын, ол жаңағы айтып отқан өзіңіз тарақты өлімінен көптеген батырлар шыққан болып тұр ғой, солай ма? Мына Әлия Молдағұлова сол Тарақ табының Керей қылдың қозы. Жаңағы Бөгенбай сол баласы Тіленші басы Жоламан. Ол бар ғой. Үшата батыр. Енді оның әрқайсысы әр жерде қалған. Жоламан неде қалаған? Ақсақал тауып пен Қарағым дейтін совхоздың ортасында Жоламанның моласы дейтін болды. Сондықтан көшпелі қазақты қазіргі совхоздың территориясымен Жангелдин, Крупская деп бір жерге бекітіп тастауға болмайды. Олардың қозғалысын зерттеу керек. Олар қозғалысын зерттеп, бұл жерде жаңағы мына мен осы жерде бұл жерде ысық шеркеш қана жатты дегенге ол онымыз қате болады екен. Сондықтан жаңағы біз салыстырмалы зерттеген мезгілде тарғындарда осы жерден тарғын бәрі кіші жүз ғой, бұны жетіру. Олардың барлығы Россияға дейін барған емес пе біздің ата-бабаларымыз? Айтып отырмын ғой, қазір башқұрт деген ұлттың 25-30% табындар. Табындар мен тамалар. Қазір олар ұлтымыз башқұрт деп есептейді. Ассимиляцияға түскен сол арасында тұрған соң. Анау Ыстықкөлде қалған арғы бабалары 12 ғасырда дейін бұл маңайға келмегенбіз дейді. Жалпы анау Асан Қожаның кезінде, Аса Барақтың кезіндегі әңгімелерінде табындардың мифологиясында жерге әлімдермен көп таласады. Алтата әлімменен жерінің бойына.
жемнің бойындағы жерге орналасу үшін. Ар жағынан адайлар менен таласады. Қазір жемнің бойында адай мен таздар отыр ғой енді. Ол берірек те ғой, байылы ғой ол. Сіздер жақта солай, а бергі жемнің ортағысында адай мен табын. Сосын ненің шектінің назар шүрен ұрулары. Жемнің мұра темір қаласынан маңайының бәрінде сондай 19 ғасырда қалыптасты. Ойылдың бас жағында Темір ауданында балықшадайлар. Кімнің Амантөлеевтің аталары мекендеген. Иә, онда бар ғой. Құдамыз бар. Өзі енді әкесі Молдағазы сол Совет үкіметтен қашып кетіп, Түркменстанда туады ғой 44 жыл. Кейін сол анықталып жатыр. Балықшадайлар өткенде ас берді. Ас бергенде сол ана құлпытастар бойынша зерттеген кезде 19 ғасырдың басы, 18 ғасырдың аяғы балықшадайлар ойылдың бас жағында мекендеп тұр. Кейін енді әртүрлі жер аудару кеше Совет үкіметі Тайсойғанның қалың адайының біреуін әкеліп ойылға орналастырған. Ол жерде ойылды Тайсойған деген де жаңа мектептік бар ғой. Тайсойған дейтін ауыл бар. Ауыл бар, иә. Ауылымды ұмытпаймын деп. Ауылымды. Болмаса Кердері Әбубәкір 1862 жылы 2 жасында келеді. Келіп мына жерге шүрендердің ішіне қоныстанады. Қалың шүреннің ортасында сол атақты жырау Кердері ме? Атақты жырау Әбубәкір Кердері. Кердері ұру ғой. Кердерден тарайды. Кердердің мекені бар. Ал алашалардың бір тобы жайықты тастап, сырдың бойына барып, ауылымызды ұмытпаймыз деп, ана жайықтағы Шаған дейтін ауылдың атын қойып алған. Қазір Шаған дейтін жерде Қызылордада алашалар отыр. Негізі бұны Орал облысындағы олардың алашаның. Жаңағыдай патшаның текпістен ығысып кетіп қалады ғой. Исатай соғысынан кейін. Иә. Жақсы, аға, көптеген әңгіме айтып жатсыз. Рахмет, мынандай. Жақсы. Ал енді өзіңізді бір қайта таныстырып жіберіңізші. Өзіңізді кім екеніңізді мен айтқанмен мен түсіндіре алмай кетуім мүмкін. Мен кіші жүздің Шөмекей тайпасының Бозғыл аталығы, соның Қаратамыр дейтін, ана Ержан дейтін ініміз дала кезіп құлпытастар оқып жүр. Осы мына Қызылорда, Ақтөбе облысы, Атырауға да барып жүр. Бұна қарай жүрейік. Фамилия Мырзабай. Негізінен Мардан Байділдаев дейтін Жартай Керейт ағамыз жолға салып, мұны Жырау Алмасы Алмат, ана Есік қаласының Алтана музейі замдырды Балтабай дейтін Шөмекей бар. Соны Алмасы Алматы белгілі жырау ғой, енді ол күлі барлық жағынан да үлкен ол кісіге жақсы танимын. Сол ағайын бұл сіздерге? Ол бізге жиен болып келеді. Негізі ол қожа. Қожа ма? Қожа біздің Аспан дейтін рудың ішінде арғаталары. Қызылордадағы белгілі ғой. Ғұламалар болған, ана Самарқанда жатқан Мақтым Ағзамның 12-ші ұрпағы, 11-ші ұрпағы. Иә. Атақты Самарқанда. Иә, бір қазір мына Құрманбек Қожаның жесі ғой, арғаталы Мақтым. Бұлар Қылыш Қожа дейтін аталы. Иә. Бір атасы жаңағы Мақтым Ағзамның немересі Марғожаев Абдужалил Әбілқайыр ханның хатшысы болған. Оның ұрпақтары Қарауыл Қожа Бабажанұлы. Иә. Мұна Жәңгір хан ба? Бірақ енді сол кісі Қарауыл Қожа дейді, бәрі Исатай Махамбеттің көтерілісінде соны жақсы айтпайды ғой. Неге олай? Таптық көзқарас бойынша Қожа мен төренің бәріне жауда тиген заман ғой. Иә. Сондықтан міндетті түрде бұларды бір отрицательный қылып көрсетіп. Мұна Совет үкіметінде ме, еріректе ме? Идеология мемлекет. Иә, идеология. Тек жаңағы сіңір шыққан кедейден төреге қарсы шыққан, қожаға қарсы шыққандар көтермелейтін заман болды ғой. Иә, Совет үкіметінде 70 жыл бойы солай. Негізінде мен өзім Жәңгір ханның жаңағы осы көптеген мектеп ашқан білем. Иә, Оралда. Оларды енді біз сол заман зиялысы деп есептеймін. Өзім жайық берші, мен Исатай Махамбеттің ағайындарымыз болса да, сол кездегі енді бір таптық көзқарас
есептеу дұрыс емес қой, а? Сосын енді патшаның ол төрелерді қазаққа қарсы пайдалану тәсілі де болды. Иә. Патша үкіметінің. А. Кейін совет үкіметі оған басқаша қарады. Ол мына Сондай тарихи нелерді, кезеңдерді талдай білу керек те жаңағы. бұл айтқанда ол үшін құйыршыққан деп айтқанмен жаңағы олар енді елін сақтау үшін мына орыс империясынан жаңағы мына еліміз кішкене сақтау үшін орыс тілін үйреніп мына заманның талабына сай балдарды оқытып соны мына қарапайым қазақтар түсінбеді ау деп ойлаймын сол кездегі. Енді оның түрлі аспектілері бар ғой. Патшаның саясаты, құйтырқы саясатыра бар. Сексеуілге соғу дейсіз ғой, бір-біріне айдап. Бір-біріне айдап салу үшін кез келген әдісті қолданды ғой. Иә, ол дұрыс, аға, мін дұрыс айтасыз. Иә, сондықтан жаңағы болыстарды құрып, болыстың басшыларын арақ үйреттейтін құпия нұсқаулар болған. Иә, сосын жаңағы бір-біріне жаңағы байларды салып бір-біріне жаңағыдай қарсы қой бір руды бір екінші руға, солай емес пе? Сосын атақты адамдарға түрлі атақ беріп, Ресейге қарсы шыққан мысалы Кенесарыға көптеген нәрселер адамдарды қарсы қояды. Иә, мысалы Құнанбайларда сол қарсы отрядта болады ғой, солай емес пе? Құнанбайда Жаппас деген тайпаның ішінде қарсы тұрады. Жақсы аға, онда рахмет. Мына ағамыз көптеген әңгімелерді айтып жатыр. Рахмет аға. Жолдарыңыз болсын. Әмин.